Фосфор тірі ағзалардың өсуі мен дамуы үшін қажет өте маңызды биогенді элемент болып табылады. Ол өсімдіктер мен жануардың ақуыздарында, қанда, асқазанда, сүтте және мидың құрамында кездеседі. Ол сондай-ақ цитоплазма мен ядроның құрамында да болады. Фосфордың ең маңызды минералдары фосфориттер мен апатиттер. Қатты зат ретінде бұл элементтің бірнеше аллотропиялық түр өзгерістері бар. Олардың қатарына ақ, қызыл, күлгін және қара фосфор жатады. Фосфор оттекте жарқыраған жарық шығара жанады. Реакция өнімі фосфор 5 оксидінің ақ түтіні. Бұл қосылыстың молекулалары бөлме температурасында формуласы P4O10 болатын димерлер түзеді. Соңғы өнім ақ түсті, жоғары гигроскопиялық ұнтақ болып табылады. Фосфор өсімдіктердің тамыр жүйесінің дамуы үшін қажетті компонент. Ол топырақтың табиғи құраушыларының бірі. Фосфор топырақта көбіне өсімдіктер сіңіре алатын дигидрофосфат иондар мен гидрофосфат иондар түрінде кездеседі.